Сәлеметсіздер ме тыңдармандар? Каналыма қош келдіңіздер. Каналымды қолдап, лайк басып, тіркеліп, өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Бәрін оқып қуанып қаламын. Қатын кесапаты. Жұрт сыйлайтын бір апа өмірден өткен еді. Күйеуін бір адамдай ақ құрметтеген, 6 ұл, 3 қыз туған қылтың-сылтыңы жоқ кісі болатын. Бір ғана ерекше мінезі бартын, ашуланса біреуге ренжісе, өз көңіліндегідей болмаса, жүрегі ауырып, талып қалатын. Құдайға шүкір, ұл-қыз бар ғой, бәрі жабыла кетіп, аяқ-қолын уқалап, табандарын сипалап, шай қайнатым уақытта есін жиғызып алатын. Бұл негізі ол кісінің ауруы емес, отбасында айтқанын жасату үшін ойлап тапқан өзінен өзге ешкім білмейтін айласы болатын. Шынында да байы, бала-шағасы, тіпті жақын көрші, туыстары да ол кісінің сондай ауруы бар деп айтқанын жасайтын. Ертеректе мен де ол кісінің сондай бір талып түскеніне куә болып қалдым. Сонда білдім. Сөйтсем, қонақ келгенде келіні енесінің қолына «Қарай тұрыңызшы» деп немересін беріп кетсе, ол енді ғана отыра бастаған сәби екен, әжесінің етегіне сиып қойыпты. Талып қалудың себебі осы екен. Мен ол кісіні бұрыннан танитынмын. Сәбилерге қуыршақтай, қыз балаға да еміреніп, сүйеу, иіскеу дегенді білмейтін, қолына алмайтын, онысын сұғым бар, көзім тиіп қалады деп айтатын. Той-томалақта, қыдырғанда немерелерін ертіп те жүрмейтін. Ол апа байы, бала-шағасы, тіпті немересі, сырттан келген келіндерінде, ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстады. Обалы нешік, ананың жүрегі тоқтап қалмасын деген ұл мен қыз жіптіктей болып жетілді. Келген келін де, туылған немере де сол жолмен жүрді. Сырт көздің қызығатыны соншалық, ол үйде не жанжал, не келіспеушілік болмайтын. Үлкені не айтады, кішісіне сол заң. Бірліктерін айтсаңшы, қуанышты, өкінішті жағдайдың бәрінде тәртіп әскердегідей. Қараңызшы, қандай керемет, ұйысқан, өте жарасымды, бір ауыл емес, бұл бүкіл елге үлгі болатын ақ отбасы. Әттең, мен кейде Құдайды түсінбеймін. Сол отбасының шырқын бұзған Құдайдың өзі болды. 4 баласы да 50 жастан аса бере ауырмай сырқамай, сап-сау күйде жүректері тоқтап қалып, өз кезегімен өмірден оза берді. Бір баласы хабар-ошарсыз кетті. 6 ұлдың ішіндегі өз күнін зорға көріп жүрген ең нашары мен қыздары аман қалды. Кезіндегі патшайым сәби немересінің сідігінен жиіркеніп талып қалатын әздек кемпір Құдайдың жіберген бұл қасіретінен қатты жүдеді. Жүрек талмасы жазылып, енді өзі күші үлкен дәретін ұстай алмайтын шын кеселге душар болды. Орнына тұшып сиып өмір кешті. Памперспен жүріп, 90-нан асып келді, өлді. Бала кеткесін кешегі жақсы келіндер өзгерді. Немерелер де кезінде өздерінен жиіркенген әжесіне онша жақын болмай шықты. Бәлкім шешелерінен көп әңгіме естігенде болар. 3 қыз кезектесіп келіп, 5-10 күн қарағанмен болама байғұс кемпір соңында әбден алжасып, өз боғына өзі малынып өліпті. Бұл байының көзіне шөп салмаса да, кесапаттық жасаған қатын тағдыры еді. Қатын кесапаты ішінен шыққан өз ұрпағының маңдайына тиетін оқ екен. Мұны білген ата-бабаларымыз қатынның кесапаты 40 нарға жүк деген. Осыдан мен Құдайдың күнәларыңды жақын жандарың көтереді дегеніне ренжимін де. Күнәһар шеше, күнәні арқалайтын бала, бұл мен өзім білетін бүкіл бір ауылдың адамдары көрген болған оқиға. Бұл сонда неге бұлай? Себебі ана мен баланың жүрегі бір. Мысалы өзінен мыңдаған шақырым ұзақтағы
перзентіне бір жағдай бола қалса, соны ана жүрегі анық сезеді. Тек дұрыс расшифровка жасай алмауы мүмкін. Бұл ғылыми дәлелденген, кино түсіріліп, кітапта жазылған тақырып. Байқампаз адам мұны осы өмірден де көріп жүр. Ал жүрегі бір деген, тәні бөлек, жаны бір деген сөз. Бұл басқаша айтқанда, Алла тағала баланың тағдырын анасының жасаған әрбір қадамына байлап қойған дегенді білдіреді. Ойланып көр. Егер ана күнәдан ада болса, бала бақытты, ғұмыр ұзақ болады. Ал күнәһар болса, баланың өмірі қысқа болмаса қиын болады. Ал қатынның өз өлімі азапты болды екен. Мәселен, менің бұл жазғандарымды далбаса санайтындар, не сенбегендер оқысын, зерттесін, өз айналасына қарасын, құрбы-құрдастарының өмірін ой елегінен өткізсін. Қайсысының шешесі қандай болған еді? Сарапта, ойлан, бәрін көресің. Негізі жаратқанның осындай ана тазалығы өзінің өмірге алып келген ұрпағының келешегіне тікелей әсері бар. Болмыс заңы екенін біздің ата-бабаларымыз баяғыда білген. Сондықтан қыз болмасын, өзге халықтар сияқты діни тиымдармен қорқыту арқылы емес, жаратылыстың өз табиғи осындай заңдарын түсіндіру арқылы қалыптастырған, тәрбиелеген. Мысалы, ислам діні келгенге деген көктүрік қызы періште болды. Бұлай сақтау оңай тірлік емес, әрине. Сондықтан бабаларымыздан жер дауы, жесір дауы деген бағамы бірдей ұғым қалған. Ол кезде жаугершілік заман ғой, өзінің еркінен тыс былғанып қалған түркі қызы өз еркімен өмірден өтті. Рух сондай еді, болмыс сондай еді.